Адам басқа біреуге ізгілік пен жылулық сыйлау үшін дүниеге келген. Мейірімділік өміріміздің мәні. Мейірімділік тек адамға тән қасиет. Мейірім жүректен шығады. Бұл басқа адамға көрсететін жылулығымыз, ізгі ниетіміз бен лебізіміз. Мейірімділік бұл сыйластық, кеңпейілдік, жаңашырлық. Адамның асыл қасиеті. Мейірімді адам әрқашан көмекке келіп, жақсылық жасауға келіп тұрады. Бұл менің ойымша. Мейірім етсең, мейірімділік көресің деп ата-бабаларымыз айтқан. Мейірімділік пен жақсылық жасаудан танбау керек. Менің есімім Саят. Менің сүйікті түсім көк. Менің сүйікті ісім футбол ойнау. Аяқ киімімнің өлшемі 38-ші өлшем. Менің сүйікті әнім Адай күйі. Менің сүйікті фильмім Один дома.